Бүгін сіздерге present simple деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Жалпы present simple дегеніміз бұл бізде аудармасы нақ осы шақ. Present simple'дің мақсаты қандай? Present simple'дің мақсаты қайталанатын іс әрекет айту үшін қолданамыз. Яғни аптасына бір рет, күніне бір рет немесе күнде жиі жасайтын болсақ, біз сол іс әрекеттерімізді айту үшін present simple'ды қолданамыз. Present simple'дің көмекші етістіктері do және де does. Яғни бұл көмекші етістіктердің аудармасы жоқ, тек қана сөйлем құруға көмектеседі. Мысалы қазақ тілінде сен келдің бе деп сұрақ қоятын болсақ, сол кезде келдің бе дегендегі бе аударылмайды ғой, бізге сұрақ қою үшін сол бе деген сөз бізге көмектеседі. Дәл сол сияқты do мен does бұл осы present simple-ға сөйлем құрау үшін бізге көмектесетін сөздерді біз do және де does деп атаймыз. Осы сөздерге қарап біз present simple екенін білсек болады. Келесі signal words. Signal words дегеніміз бұл сөздерге қарап біз present simple екенін тоже білсек болады. Мынау көмекші етістік болса, мынау көмекші сөздері. Мысалы always әрқашан, sometimes кейде, usually әдетте, never ешқашан, often жиі, every day күнде, every month ай сайын, every week апта сайын, every year жыл сайын, once a day күніне бір рет, twice a month айына екі рет, немесе twice a day болуға болады тоже, күніне екі рет деп айтуға болады. Three times a year жылына үш рет. Яғни аптасына бір рет, жылына екі рет деп айтатын болсақ, осы once, twice, three times, four times, five times деп айтуға болады. Енді қараңыздар, бұл жерде әрқайсының өзінің орналасатын орындары бар. Именно мына always, sometimes, usually, never, often дегендер, бұлар всегда етістіктің алдында тұрады. Ал every day, every month, every week қалғанның барлығы сөйлемнің соңында тұрады. Мысал құрайық, сонда сіздерге түсінікті болады. Бірінші, мына жерде формуласын жаттап алайық. Әрбір шақтың өзіндік формуласы бар. Сол формуласын біліп алатын болсаңыздар, сіздерге сол шақта сөйлеу оңай болады. Present simple-да бірінші есімдіктер міндетті түрде I, he, she, they, you, we. Мына есімдіктерді міндетті түрде сіз білулеріңіз қажет. Себебі бұл есімдіктердің орнына сіздер адамның аттарын да қоя аласыздар. Мысалы, she-дің орнына кез келген қыз баланың атын қойсаңыздар болады. He-дің орнына кез келген ер баланың атын қойсаңыздар болады. They-дің орнына екі немесе одан да көп адам немесе затты қойсаңыз болады, олар деп аударылады. You деген сендер, сіздер, we дегеніміз біз, біздер деген сөз. Яғни қасында бір адам бар және де сіз барсыз. Сол кезде соларды айтқан кезде міндетті түрде осы есімдіктерді қолданасыз. Сондықтан кез келген тақырып өткен кезде бізге есімдіктер міндетті түрде қажет болады. Енді қараңыздар, мысалы, ойнау деген play, мен ойнаймын болса I play болады. Именно he, she, it болатын болса, болымды сөйлемде етістікке шығанады. Ол ойнайды десеңіздер, she plays болады. Міндетті түрде етістікке шығаймыз. Именно позитивта, he, she, it-та бұл формуланы мықтап тұрып жаттап алу керек. Present simple-да, he, she, it-та етістікке міндетті түрде шығаймыз. They, we-да етістікке шығаудың қажет жоқ. Именно he, she, it-та ғана, позитивта ғана. Болымсыз сөйлем болса, don't немесе doesn't деген қолданамыз. Don't және doesn't дегеніміз бұл do not пен does not-тың қысқартылған түрі. Do not, мені көмекші етістік көріп тұрсыздар ғой, do not және де does not көмекші етістіктермен құралып тұр. Сұраулы сөйлемде do мен does-ды алдына шығара саламыз. Do I play, мен ойнаймын ба? Ол ойнай ма десеңіз, does he play немесе does she play деп айтасыздар. Мен ойнамаймын болса, I don't play болады. Verb деген сөздер жазып кеттім ғой, бұлардың барлығы етістік деп аударылады. Яғни осы verb-тің орнына кез келген етістікті қойсаңыздар болады. Етістік дегеніміз бұл не істейді, не қылды деген сұраққа жауап беретін сөйлемдер, яғни іс әрекетті білдіреді. Сонымен, мына формуланы міндетті түрде жаттап алуларыңыз қажет, жақсыны. Енді мысал құрайық. Мысалы, мен әрқашан алма шырынын ішемін. I always drink apple juice. Көріп тұрсыздар ғой, always мен қай жерде тұр? Етістіктің алдында тұр. Яғни drink деген бізде етістік. Осы етістіктің алдына міндетті түрде always, sometimes, usually, never, often деген сөздерді именно осы етістіктің алдында ғана қолданамыз. Always дегеніміз әрқашан деген сөз. Мен алма шырынын жай ішемін десек, I drink apple juice болды. Ал мен әрқашан ішемін деп айтқыңыз келсе, I always drink apple juice болады. Болымсыз сөйлемде I don't always drink apple juice болады. Яғни don't қойып аламыз, одан кейін етістіктің алдына қоямыз always-ті. Сен әрқашан алма шырынын ішесің бе деп сұрақ қойсақ, do-ды алдына шығарамыз. Do you always drink apple juice деп алдына шығарамыз. Келесі, every day дегенмен мысал құрап көрдім. Every day деген күнде деген сөз, every day деген ше. Бірақ бұлар сөйлемнің соңында тұрады. Мысалы, ол күнде душқа түседі. She takes a shower every day. Көріп тұрсыздар ғой, she дегенге мен не жалғадым? Етістікке жалғадым. She takes a shower every day. Душқа түсу дегеніміз take a shower. Ол күнде душқа түспейді. She doesn't take a shower every day. Мына жерде мен take-қа еш жалғамадым, мына жерде жалғадым, байқап тұрсаңыздар. Болымсыз сөйлемде ешқандай еш жалғаудың қажеті жоқ, тек қана болымды сөйлемде ғана жалғаймыз. Сұраулы сөйлем болатын болса, does-ды алдына шығарамыз. Does she take a shower every day? Ол күнде душқа түседі ме деп сұрақ қоямыз. Енді сіздерге сұрақ. Мен күнде мектепке барамын.
мен күнде мектепке бармаймын, ол күнде мектепке барады ма деген сөйлемдерді аудармасын жазып, комментарияға аударып, то есть комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.